Тақырып мұғалім тұлғасы және оның психологиясы. Бұл тақырып бойынша біз үш сұрақты қарастырамыз. Бірінші мәселе мұғалімнің педагогикалық қызметінің түрлері. Келесі құрылым ұғымы. Үшіншісі мұғалімнің жеке сапалық қасиеттері. Мұғалімнің педагогикалық қызметінің түрлері көптеген түрлері бар. Соның ішінде бірінші диагностикалық қызметін қарастырамыз. Диагностикалық қызметі оқушыларды зерттеп білумен және оларды даму, тәрбиелік деңгейін белгілеумен, анықтаумен тікелей байланысты. Келесі бағдар беру, болжам жасау қызметі. Бұл мұғалімнің тәрбие қызметінің бағытын, тәрбие жұмысының әрбір кезеңінде нақты мақсаттар мен міндеттерді анықтап, оның нәтижелеріне болжам жасай білумен, тұжырымдамаларды, яғни мұғалім неге нақты қол жеткізе алады, оқушыны қалай болжам жасаумен тұжырымдамаларды жасайды, мұғалім неге нақты оқушыны қалыптастыру және дамытуға деген алғашқы қадамын қалай ұйымдастырады, дәл осы мәселені қарастырады. Келесі жобалау қызметі. Жобалау қызметі бағдар беру, болжам жасау қызметімен тікелей байланысты. Сол мақсатында туындайтын мұғалім педагогикалық қызметінің бір түрі. Келесі ұйымдастырушылық қызметі. Ұйымдастырушылық қызметі бұл оқушыларды белгіленген тәрбие жұмысына жұмылдырумен байланысты. Одан кейінгі айтатынымыз ақпараттық түсіндірме қызметі. Педагог ғылыми, дүниетанымдық және адамгершілік, эстетикалық ақпараттың аса маңызды көзі болып табылатын мұғалім қызметінің бір түрі. Ұжымды ынталандыру қызметі. Бұл мұғалімнің жеке басының адамгершілік, жақсы қасиеттерімен және оқушыларға ықпал ете білумен, оның қарым-қатынас жасау, демократиялық байланыстар орнату, іс-қимылға жетелеу шеберлігімен байланысты әртүрлі қырларын қозғайды. Бұл қызмет балаларға сүйіспеншілік таныта білу, нағыз ізгілікті қамтитын қызмет түрі. Келесі талдама бағалау қызметі. Мұғалімге оқыту және тәрбиелеу барысында талдау жасауға, олардың жағымды жақтары мен кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ мұғалімге өзінің жұмысының жанды байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Мұғалімнің зерттеушілік шығармашылық қызметі. Бұл педагогикалық теорияны қолдану, мұғаліммен белгілі бір шығармашылықты қажет ету, осы қызметтің бір қыры болып табылатын мұғалімнің зерттеушілік шығармашылық қызметі деп атай аламыз. Екінші бір қыры белгілі бір теорияның шеңберінен шығып, оны байытатын жаңалық атаулыны ой елегінен өткізіп дамыту болып табылады. Жалпы құрылымға келетін болсақ, құрылым бұл латын сөзінен аударылған құрылыс, орналасу, тәртіп деген мағынаны береді екен. Әртүрлі сыртқы және ішкі өзгерістер жағдайында объектіге оның негізгі қасиеттерін сақтауға мүмкіндік беретін үлкен бір жиынтық бұл құрылым болып табылады. Мұғалім дәрігер мамандығы сияқты ертеден келе жатқан мамандықтардың бірі. Ол ұрпақтар арасын байланыстырушы. Орыс халқының ұлы педагогі Ушинский былай деп айтқан екен: жас жеткіншекті тәрбиелеуде оқулық арқылы да, моральдық көтермелеу арқылы да, жазалау арқылы да әсер ете алмайтын күшті мұғалімнің жеке жақсы оқу бағдарламасы, тәрбие әдісі болсын. Ол тәрбиеші болмаса, жай сөз болып қала береді. Тәрбиені ешқашан айтқанды көзсіз орындаушы бола алмайды. Ол өз жүрегінің жылуын беруші, жанымен сезінуші болғанда ғана тәрбиеші бола алады деген екен. Ал ұлы педагог және қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин мектепте мұғалім басты тұлға, онымен ешкім теңесе алмайды дейді. Ыбырай Алтынсарин өзінің еңбектерінде адам және оның биік адамгершілік тұрғыда тәрбиелеу жолдарын туралы көптеген өзінің пікірлерін, ақыл кеңесін айтып өтеді. Сол тұрғысында ұстаздық қабілетті дамыта, тәрбиешіге үлкен сенім арта білген.
Қабілетті шыңдауда Ыбырай Алтынсариннің мұғалім оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін теру арқылы үлкен сатыға жететінін ескеріп айтып кетеді. Баламен қатынас жасауда төзімді болу керек және әр пәнді түсінікті, ұғымды жеткізе білуде шеберліктің шыңын бастайды дейді. Абай Құнанбаев мұғалім бір орнында тұрып қалмай, үнемі іздену, өсу, оқу, тек қана талпыныс үстінде болу керектігін, біле білгенін басқаға үйрету қажеттілігін ескертеді. Ең бастысы мұғалім адамгершілігі мол, үлкен жүректі, әділетті болуы шарт. Өз дегеніне жету үшін мұғалімнің мінезі кең, ерік жігері мол, ішкі жан дүниесі сондай сұлу, әсем, баланы сүйе білетін, рухани жағынан таза болуы шарт деп біледі. Абай адам мінезі рухани жан дүниесі мен ерік жігері арқылы анықталады дегенді айтқан. Сол бойынша педагогке тәрбиелей және болашақ ете білу, болашақ нағыз маман ете білу, тыңдату және тыңдата білу, дүниетанымның кең болуы, сөйлеу мәдениеті, адаммен қарым-қатынас жасай білу, оған сенім арту, алға ұмтылу, үйрету, байқампаз болу, қандай жағдайда болсын шешім қабылдай білу қажетті қасиеттердің бірі. Жалпы мұғалім ол педагог. Біз мұғалімнің қызметін біле отырып, осы педагогикалық қарым-қатынастарды нақты қыр-сырмен танып білуіміз міндетті. Қазақ халқы ұлт болып қалыптасып, тәуелсіздікке ие болып отырған тарихи кезеңде ұлттық сана жаңа деңгейде көтеріліп, жаңа қасиет сапаларын толысуы керек. Ол өздігімен келмейтін нәрсе. Оны іске асыру күрделі қоғамдық мәнді құбылыс. Осыған орай жас ұрпақты оқытып тәрбиелейтін барлық ұжымдардың алдына қойылып отырған талаптардың бірі ұлттық тәлім-тәрбиеге баса көңіл бөлу қажет. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін алдымен жастарды тәрбиелеуші, ұстаздардың өзін тиісті біліммен қаруландыру қажет. Ұстаздардың негізгі міндеті баланы толай етіп тәрбиелеп қалыптастыру. Бұл процесс белгілі бір әлеуметтік ортада адамдардың өзара қарым-қатынасының арқасында және түрлі характерлер негізінде іске асырылады. Бұл істе басты рөлді тәрбиелеуші, яғни ұстаз етуші қамқор кісі атқарады. Ол тәрбиелеушінің жан дүниесін, жай-күйін жақсы білуі қажет. Басқа сөзбен айтқанда, ол адам жанның инженері, психологы болуы қажет. Жеке кісі болсын, адамдардың ұлттық құрылым болсын, я болмаса олардың психологиясындағы ерекше бір көрініс, міне бір ерекше қасиеті болып табылады. Адам сыртқы ортамен байланысу үшін жасайтын қатынастардың жиынтығы және оны құраушы факторы. Мінез адамның негізгі өмірлік беталысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы өзгешелік. Ол көп қасиеттің бірлігі, түрлі өзгешеліктердің қосындысы, сонымен қатар жеке адамды әр қырынан көрсететін үлкен бір қасиет болып табылады. Мінездің түрі өте көп. Оның моральдық жағынан ұстанымдылығы, бірқалыптылығы, толыққандылығы, салмақтылығы мінездің негізгі сапалары болып табылады. Оқушыларды оқуда, одан тыс процестерде ұйымдастыра отырып, оқушы олармен үнемі өзара қарым-қатынаста болу керектігі айтылады. Әлеуметтік функцияны тасушы, тек қана соны білуші ғана емес, нақты жеке адам ретінде де көрінетін мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасы педагогикалық қызметінің құрамдас бөлігі. Оның оқушымен қарым-қатынасы екі негізгі дүниені құрайды екен: информация және интегративті
функциялары бар тәрбие процесінің өзіне тән жолымен басқару ретінде көрінеді. Бұл жерде хабар екі бағытта басқару болып табылады. Өз ретінде педагог қатынас процесінде тәрбиелеушілерге мақсатты бағытталған, оқушыларға үндеудің шағын текстінде ғана және жарып шығатын информация ретінде оқушыға үлкен мәлімет береді.